Dostlar, videonu başlamazdan bұрын сіздерге мистер Рафаның каналына жазылуға кеңес беремін. Бұл орыннан сіздер әртүрлі керемет сападағы летсплей, мысалға Clash of Clans немесе Minecraft сияқты ойындарға летсплей көре аласыздар. Тіркелеміз, сілтемесі төменде. Және де достар, тағы да Мадияр KZ деген арнаға тіркелуге кеңес беремін. Бұл арнадан сіздер әртүрлі сападағы летсплей, әртүрлі мысалға Clash of Clans немесе Clash Royale сияқты ойындарға керемет сапада түсірілген летсплейлерді көре аласыздар. Өте қызықты арна. Тіркелеміз, сілтемесі төменде. Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Қытай тауарлары каналы. Бүгін мен сіздерге AliExpress сайтынан, яғни Қытайдан келген осы бір посылканы ашып көрсететін боламын. Сонымен бастаймыз. Бұл тауардың бағасы 300 теңгемен. Бұны мен тек сыртында жазып тұрғасын жазып қойдым, былай ішінде не бар екенін білмей тұрмын, нақты. Негізі петличка микрофон болу керек, сондайға тапсырыс берген болатын. Жоқ, бұл петличка микрофон емес. Бұл наушник, ақ түсті. Міне бұл осындай ақ түсті наушник. Арзан осындай наушник. Мен негізі бұны петличка микрофон шығар деп ойлап едім. Мен бұл наушникті барлығынан кейін тапсырыс берген болатынмын. Бірақ бұл ерте келіп тұр, 20-26 күннің ішінде келді. Негізі ең бірінші петличка микрофон келу керек еді, бірақ бұл одан ерте келіп тұр. Басында осындай құлаққа ыңғайлы тұру үшін осындай жұмсақ заттары бар бір. Одан кейін жерде гарнитурасы, дауысын көбейту, азайту және тоқтату музыканы. Сондай. Мұның ішінде басқа ешқандай ештеңесі жоқ. Тек бұл наушник. Бұл наушниктің бағасы қымбат емес, сол 300 теңге. Негізі мен алып жатқан кезде бұл наушникті тапсырыс берген кезде 300 теңге болатын. Білмеймін қазір қандай екен бағасын. Сілтемесі видеоның астында болады мына наушникке. Егер де алғыңыз келсе тапсырыс беріңіздер. Бұның тек ақ емес, мынандай қара түрі де бар. Қара түсте бар басқа. Егер де мына ағы деген қараға қарағанда кішкене арзандау тұрады, 300 теңге, ал қарасы 300 тағы бір. Қарасы 350 ме сондай тұрады. Бірақ бұның айырмашылығында ештеңе жоқ. Тек мына түстерінде айырмашылығы қара мен ақ болды. Мына наушникке тағы да міне микрофоны бар. Мына жерден телефонмен сөйлесуге де болады. Телефонның микрофоны. Барлығы былай жақсы наушник сияқты. Міне бүгінге осы наушник. Мен негізі петличка микрофон деп ойлаған, бірақ наушник келді. Бұда да достар әртүрлі посылкалар келетін болады. Петличка микрофон және де штатив, тағы да әртүрлі тауарларға обзор көрсететін боламын. Егер де осы видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Бүгінге сау болыңыздар.